Сәлем қыздар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Басқа да менің видеоларымды, мастер-класстарымды көру үшін каналға подписаться етіп, видеоларыма ұнап жатса лайк басып, комментария қалдырып отырыңыздар. Бүгін біз қызыл тюльпан гүлдерін бірге жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге осы гүлдерді жасауға изолон материалы керек болады, қызыл және жасыл изолон. Бүгін мен гүлдерді осындай қолдан жасалған, бұл да изолоннан жасалған, пенопласт пен изолоннан жасадым. Осындай коробкаға гүлдерді қондыратын боламыз. Және де қыздар, дәл осы коробканы мен қолдан жасадым. Егер керек болып жатса, сіздерге комментарий жаза кетіңіздер. Егер комментарий көп болып жатса, онда осы коробканы қалай жасалу жолын барлығын видеосын шығаратын боламын. Ал енді біз ең бірінші изолоннан немесе фоамиран алсаңыздар да болады. Қазір менде қызыл, бұл замшевый фоамиран. Бұның орнына изолон немесе кәдімгі фоамиранды да қолдансаңыздар болады. Осындай тік төртбұрышты кесіп аламыз. Тік төртбұрыштың өлшемі ені 5 см, міне 5 см, ал ұзындығы 7,5 см болады. Ал жапырағын жасау үшін бізге осындай ұзын тік төртбұрыш керек. Осы төртбұрыштың ені 3 см, ұзындығы 8,5 см. Осындай тік төртбұрыштарды кесіп дайындап аламыз ең алдымен. Және де біз осы төртбұрыштан астыңғы жағын және үстіңгі бұрыштарын алып тастап, капля тәрізді формаға келтіріп кесіп аламыз. Міне бізде осындай форма болу керек. Бір гүлге осындай жапырақшалардан бір тюльпанға 6 штук керек. 2 қатардан тұрады гүлдің өзі. Біріншісі 3 жапырақшадан, екінші қатары 3 жапырақшадан. Және де әр гүлге 2 жасыл жапырақтан жабыстырамыз. Міне осындай заготовкаларды көп етіп кесіп алып дайындап қоямыз. Мен өзіме барлығын дайындап қойдым. Енді жапырақшаларды кесу енді оңай. Кәдімгі жапырақтың формасын береміз. Ұзынша келген жапырақ болады. Дәл негізі тюльпанның жапырағына ұқсайды. Міне осындай жапырақтарды кесіп аламыз. Бізге гүлді жасауға керекті бұйымдардың бірі ол строительный фен және де кішкентай лампочка керек болады. Мен осындай LED лампочка қолдандым. Бұл бізге қызыл жапырақшалардың формасын келтіру үшін және де ыстық тілей керек. Строительный фенді қосып қоямыз. Қызыл жапырақшаларымызды фенге қыздырып, осылай лампаға басып, кішкене астыға қарай сәл ғана тартасыздар. Сонда осындай форма шығады. Барлық жапырақшалар мен жапырақтарды мен қазір көбісін жасап қойдым. Қазір сіздерге түсінікті болу үшін тағы да қайталап көрсетемін. Міне қызыл жапырақшаларды феннің үстіне қыздырып аласыз, кішкене ғана, және осылай созамыз. Лампаның үстіне қолыңызбен ұстап тұрып, астыға қарай кішкене ғана созуға болады. Қатты созу жерін қажет жоқ, жыртылып кетуі мүмкін. Міне осындай кішкентай ложка сияқты форма болады. Ал жапырақтарын фенге қыздырып аламыз да, жай ғана осылай майыстырып, қалай айтсақ болады, осылай бір-біріне қарама-қарсы бағытта бұраймыз. Осындай ирек бізде жапырақшалардың формасы шығады. Міне мен барлығын формаларын келтіріп қойдым. Маған керек жапырақшаларын 10-15 гүлге керек жапырақшалар мен қызыл күлтелері бар осы жерде. Енді қызыл тюльпанымызды жинаймыз. Біз бір тюльпанға 6 күлтеше қолданамыз. Яғни бір гүлде 6 жапырақ болады. Осындай қызыл жапырақшаларынан 6 штук керек бір гүлге. Және де ең бірінші қатарында 3 жапырақша, екіншісінде 3 жапырақша болады. Әр қайсысына 2 жасыл жапырақтан жабыстыратын боламыз.
Енді ыстық клейді қосып қойыңыздар. Ыстық клеймен ыстық клейді қолданамыз. Міне жапырақшаның астыңғы жағынан үстіңгі жағына дейін ұзын жолақ етіп ыстық клейді жағамыз да үстіне жабыстырып аламыз екінші жапырақшаны. Дәл осылай етіп үшіншісінде жабыстырамыз. Міне бірінші қатарға 3 жапырақты бір-біріне жабыстырдық. Енді оны осылай бір-біріне ораймыз. Сонда бізде қызғалдақтың ішкі бутоны пайда болады. Мына және қазір клей жағып жіберейін, жабыспай қалған екен. Бұл жапыраққа да дәл жаңағындай клей жағып бір-біріне жабыстырамыз. Міне бізде осындай бутон пайда болады. Бұл бізде тюльпанның бірінші қатары. Қазір енді міне әдемі бутон пайда болды. Енді екінші қатардың жапырақтарын тек қана астыңғы жағына, екі жағына клей жағамыз. Және осы формасын сақтап тұрып жабыстырамыз. Екі жапырақтың қосылған жеріне, міне алдыңғы қатарда осы жерге екі жапырақ қосылған жерін сыртынан жабыстырамыз. Астыңғы жағынан сәл ғана бассаңыздар, дәл осындай томпақ формасын сақтау керек. Қалғанда осындай реттілікпен жабыстырып шығамыз. Астыңғы жағына клей жағамыз екі жақ шетіне, және де алдыңғы қатардың екі жапырақтың қосылған жерінің үстіне жабыстырамыз. Енді барлығы видеода көрсетіліп тұрғандай жасайтын болсаңыздар, қатты қиын емес. Тюльпан негізі оңай гүлдердің бірі, себебі 6 ғана жапырақшадан тұрады. Жапырақтары өте аз, бірақ өте әдемі көрінеді. Сіздер дәл осы тюльпан гүлдерін, дәл осы размердегі гүлдерді, светильник жасаған кезде қолдансаңыздар болады. Настольный светильниктерде, әсіресе мысалы плафонға жасайсыздар ғой светильниктерді, соған қолдансаңыздар болады. Алда мұғалімдер күні келе жатыр. Сол мұғалімдер күніне даже светильниксіз осындай жай ғана подарка ретінде берсеңіздер өте әдемі. Ал жапырақшаларды бір-біріне қарама-қарсы екі жақ бетінен жабыстырамыз. Сәл көтеріп, мына төменге емес, сәл ғана 1 см биіктікте жабыстырамыз. Бір-біріне жапырақтарды қарама-қарсы жабыстырамыз. Бір тюльпанға екі жапырақ жетеді. Міне қыздар, осындай әдемі тюльпан пайда болды. Бұлар өте әдемі, живой, вообще камера барлық әдемілігін көрсетпейді. Дәл осындай гүлдерден бізге осы менің коробкама 15-16 штук керек маған. Және де осы гүлдерді жақында мұғалімдер күніне көбірек жасап қойсаңыздар болады, өте өтімді. Мен бұл гүлді алғашқы қоңырауға баламның мұғаліміне арнап жасадым. Және оған қоса жасап отырып, сіздерге де осылай мастер-класс түсіріп алдым. Қыздар, және де сіздерге бір сұрағым бар еді. Сіздер қандай гүлдерді үйренгілеріңіз келеді? Осы настольный светильниктердің әртүрлісі бар. Менің инстаграм парақшама тіркеліп, инстаграмдағы гүлдерді көріп, қандай сұрақтарыңыз болса да, комментарийге жаза кетіңіздер. Барлықтарыңызға жауап беріп отырамын. Сіздердің сұрауларыңыз бойынша осылай тегін мастер-класстар жазып отырамын.
Енді дайын болған гүлдерімізді қазір осы шляпная коробка деп атайды. Осы коробкама жабыстырамын. Гүлдердің астыңғы бөлігіне жақсылап клей жағамыз да осы пенопластқа жабыстырамыз. Мен қазір пенопластқа жабыстырып жатырмын. Негізі кез келген коробкаға жазсаңыздар да болады. Плафонға светильник ретінде өте әдемі болады. Түнде жанған кезде бұл тюльпандар өте әдемі свет бөледі. Ортасында жаңағы тесігі болғаннан кейін светті өте жақсы жібереді. Міне осындай реттілікпен осы шеңберді бірінші айналдырып жабыстырамыз. Астыңғы жағын тегіс етіп кесіп алсаңыздар да болады, егер қисық болып жатса. Астыңғы жағына аккуратно клей жағып, пенопластқа басып біраз ұстап тұрасыздар жабысқанша. Міне қыздар, біздің мастер-классымыз осымен аяқталды. Қазір осы гүлдерді аяғына дейін жабыстырып аламыз, айналдыра. Және де сонымен біздің сыйлығымыз дайын болады. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазып отырыңыздар. Менің каналымда гортензия, қалдықтардан жасалған светильник және де лилия светильнигінің жасалу жолдарының тегін мастер-класстары бар. Осы каналымда менің басқа да жұмыстарымды көрсеңіздер болады. Менің инста парақшама тіркеле кетіңіздер, қазір шығарып қоям. Және де сіздер қандай гүлдерді үйренгілеріңіз келеді, соны жаза кетіңіздер. Қай гүлге лайк көп болады, сол гүлдің мастер-классын шығарамын. Және де қыздар, егер үлкен гүлдермен светильниктерді жақсылап үйренемін десеңіздер, сіздерді онлайн курсыма шақырамын. Қазір бізде 2 курс жүріп жатыр. Біріншісі үлкен гүлдермен светильниктер курсы, екіншісі фотозона курсы. Егер үлкен гүлдерді, үлкен светильниктерді, осындай настольный светильниктерді жасап үйренемін десеңіз, онда үлкен гүлдермен светильниктер курсына қатыссаңыз болады. Ал егер өзіңіз оформлениемен айналысатын болсаңыз, онда фотозона курсына қатыссаңыз болады. Фотозона курсында үлкен гүлдермен шеңбер тәріздес фотозона жасап үйренесіз. Үлкен грибоктарды, үлкен гигант малиналарды жасайсыз. Және де гигант өте үлкен тәттілерді жасайтын боламыз. Детский фотозонаны жасап үйренесіз. Барлық ақпараттарды менің WhatsApp нөміріне жазу арқылы немесе Instagramға дайректке жазсаңыз, барлық толық ақпаратты ала аласыздар. Міне гүлдерімнің барлығын жабыстырдым. Осындай әдемі гүлдерден осындай бір шағын букет шықты. Көп материал кетпеді. Бұған ешқандай мысалы қосымша материал кеткен жоқ. Баламның мұғаліміне апардық. Жолда барлығы сұрады, қайдан алдыңыз деп. Мұғалімімізге де өте қатты ұнады.
барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Жасаған гүлдеріңіздің фотосын жіберіп отырыңыздар. Келесі кездескенше.